Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай кото шапка тоқимыз. Енді біз бұл шапканы тоқу үшін бізге қажетті жіп керек, және осындай 3 номерлі крючок керек. Бұл бізде жіп Alize Lana Gold. Сыртындағысы таппай қалдық. Енді бастаймыз. Ол үшін біз қазір 85 петля тоқып аламыз, іліп. Іліп алып тоқу менің YouTube каналымда бар. Түсінбесеңіздер, сол жерден қарап тоқсаңдар болады. 1, 2, 3, 4. Мен 85 петля тоқып алдым. Енді жоғарыға 2 петля көтереміз. 1, 2. Іліп аламыз. Келесі петляден бір накидпен тоқимыз. Ол бізге 13-14 жаста қызған болғандықтан осы 85 петля деп алдым примерно. Енді ары қарай дәл осылай накидпен іліп алып тоқи береміз. Іліп аламыз накидті. 1, 2. Іліп аламыз накидті. 1, 2. Соңына дейін осындай петлемен тоқи береміз. Бұл шапканың тоқылуы өте оңай. Қарап тоқып алсаңыздар болады. Бұны в основном қазір енді стильде, американский стиль дейді. Кішкентай қыздар көп киіп жүр. Сол үшін мен тоқып көріп жатырмын. Соңына дейін осындай узормен бір накид іліп алып, соңына дейін осылай тоқып өтеміз. Міне біз соңына келдік. Енді бұлайдан ауыстырамыз да, тағы да 2 петля жоғары көтереміз да, дәл осылай тағы да тоқып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай ұзын, осы көрдіңіздер ме, осындай болу керек. Бұлай жиналғанда мына осындай шапка болады. Дәл осы узормен, тоқымамен қажетті неге дейін, ұзындыққа дейін өлшейміз. Ол тоқып алыстар. Келесі видеода жолыққанша. Міне біз өзімізге қажетті мөлшерде тоқып алдық. Мен бұл жерде есептесем 28 сантиметр ұзындығы. Енді біз бұның жан-жағын біріктіреміз. Мынаны біз үш жағы қыламыз. Енді арт жағын осы екеуісінің басын біріктіріп тігеміз. Әрине крючокпен тігеміз. Ең дұрысы, егер қиын болып жатса, ине жіппен ақ тіге салған дұрыс. Міне біздің шапкамыз дайын. Біз несін тігісін тігіп алдық, және төбесін мен осылай ине жіппен тігіп алдым. Оны енді видеода көрсеткен жоқпын, оны өздеріңіз тіге аласыздар осылай. Былай айналдырған кезде осылай. Бұл енді американский стильде дейді ғой. Кото шапка деп аталады екен. Енді бұның мына жеріне жұлдыз. Міне біз дайын болған шапкамызды видеосын түсіріп жатырмық. Артын осылай тіктім. Және төбесін ішінен тігіп қойдым ине жіппен. Енді бізге біз бұны қайырып киеміз. Бұл енді кото шапка деп аталады екен, американский стилде. Біз мына шекесіне осылай жұлдызды тігеміз. Бұл жұлдыздың тоқылу әдісі менің YouTube каналымда сақталған. Ссылка арқылы өтіп қарасаңыздар болады. Міне. Менің шапкам дайын. Егер мен каналым ұнап жатса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.